Айгөлік Нұрболатпен қосылғалы жатыр. Бұрынғы күйеуімен сөйлесіп жүрген Айгөлік бәрін таң қалдырды. Сүйінші жаңалық. Айгөлік бұрынғы күйеуіне қайта қосылмақ. Өткен аптада Айгөлік Инстаграм парақшасында әке мен бала тақырыбында әсерлі жазба жариялады. Менде ет пен сүйектен жаратылған соң көңілім түсетін кезде аз емес. Соңғы кезде әке мен бала мәселесі де мені алаңдатып жүр, деп жазған болатын. Осыдан кейін ол өмірінде күтпеген жаңалық болатынын, өмірі мүлде өзгеретінін бірнеше рет айтты. Бірақ көпшілік Айгөліктің сөзін қарапайым сторис деп қабылдады. Бәріміз білетіндей, жел тұрмаса, шөптің басы қимылдамайды. Себебі Айгөліктің сөзі өткен эфирде расталды. Арина өткен эфирде айтқан дұрыс па мен әлі білмеймін Әлмира ханым. Но осы жобада отырғаннан кейін бізге әр келген ақпаратты біз айту керекпіз. Әрине, иә. Маған 3-4 адам бір ақпарат жіберді. Нақты ақпарат деп айтпаймын, но маған уже 3-4-5 шақты адам жазды. Сол бір сөздерді жазды: осы жердегі қатысушы әйел бұрынғы күйеуімен сөйлесуді қоймапты деп. Енді Әлмира ханым маған 5-6 адам жазғаннан кейін андай күдіктеніп қалдым да мен. Содан кейін айтып жатырым сізге дұрыс па деген сияқты. Ол жан осында отыр. Осы жобада отырып бұрынғы Әлмира ханым ашуға булығып, Ғалия ханым немесе Айжан ханым болуы мүмкін, немесе Ләззат ханым, Әлия ханым. Айгөлік және де бүгін эфирге келмей қалған Макош бар, және Анар ханым бар, және Гүлнұр ханым бар деді. Айжан ханым микрофонды алсаңыз, ол сіз болуыңыз мүмкін ба деді. Әлмира: жоқ, мен емеспін, нақты 100% сенімді айталамын. Ғалия ханымда: ал мен 200%-ға сенімді айталамын. Мен емеспін. Ләззат: мен емес, менің экс-күйеуімнің жұбайы бар, ол мен ешқандай сөйлесіп жүргенім жоқпын. Осыдан кейін Айгөлік ештеңе айтқан жоқ. Ажырасқан әйелдер мен емес деді. Айгөлік айтпады. Яғни бұрынғы күйеуімен сөйлесіп жүрген Айгөлік болуы мүмкін. Өйткені олардың арасында бала да бар. Айгөлік Нұрболатпен қайта қосылса, тағы бір отбасы сақталар еді.